Сәлеметсіздерме? Менің бүгінгі сабағым 7-ші сыныптың қазақ тілі пәніне арналады. Сабақтың тақырыбы отан үшін от кешкендер. Оқу мақсаты: оқылым стратегияларын қолдану, комментарий жасау, іріктеп оқу, зерттеп оқу, оқшау сөздердің қызметін түсіну, ажырата білу. Бағалау критерийі: оқылым стратегияларын қолдана алады, комментарий жасай алады, іріктеп оқи алады, оқшау сөздердің қызметін түсініп, ажырата алады. Сабағымыздың басында оқушыларды сурет арқылы 3 топқа бөлеміз. Оқушылар өзін-өзі күнделік әдіс арқылы бағалайды. Сабақ соңында күнделік әдіс арқылы кері байланысты береді. Үй тапсырмасын тексеру мақсатында Wordful платформасы арқылы одағайдың түрлерін қайталаймыз. Әттеген-ай, көңіл күй одағайы. Әйт, жекіру одағайы. Құрау, шақыру одағайы. Шөк, шақыру. Ауқау, шақыру одағайы. Қап, көңіл күй одағайы. Деу, көңіл күй одағайы. Алақай, көңіл күй. Шөре. Шақыру одағайы. Кәкә, шақыру. Жә, жекіру. Көңіл. Тек, жекіру одағайы. Жаңа сабақ: оқшау сөздер. Оқшау сөздер сөйлем құрамында тұрып, бірақ басқа сөздермен грамматикалық байланысқа түспейді. Оқшау сөздер қаратпа, қыстырма және одағай болып 3-ке бөлінеді. Қаратпа сөз: біреудің назарын өзіне аудару үшін қолданылатын сөз. Азамат, қиял-ғажайыптар туралы не білесің? Қыстырма сөз: сөйлеушінің ойға қатысты көзқарасын білдіретін сөз. Меніңше, сенің айтқаның дұрыс. Бұларды әрине жасау керек. Одағай: сөйлеушінің түрлі көңіл күйін білдіретін сөз. Қап, оны кеше сұрау керек еді. Қазақстанның даласы шіркін, кең байтақ қой. Оқшау сөздерге сұрақ қойылмайды. Оқшау сөздер сөйлем мүшесі бола алмайды. Одағай сөздер бар сөйлемнің соңынан еп белгісі қойылады. Қыстырма, қаратпа сөздер сөйлем ішінде үтірмен ажыратылады. Топтық жұмыс: дескриптор оқшау сөз түрлерін қатыстырып мысал құрайды, оқшау сөздерді кестеге топтастырады. Жұптық жұмыс: дескриптор мәтін бойынша берілген ақпараттар іріктейді, сөздер мен сөйлемдерді бір-бірімен сәйкестендіреді. Келесі тапсырмамыз жеке жұмыс. Lumia платформасы арқылы жүргізіледі. Оқшау сөз дегеніміз не? Оқшау сөздер сөйлем мүшесі бола ала ма? Бола алмайды. Біреудің назарын өзіне аудару. Қаратпа сөз: сөйлеушінің түрлі көзқарасын білдіретін. Қыстырма сөз: қыстырма сөздің тыныс белгісі. Үтір. Оқшау сөздер нешеге бөлінеді? 3-ке. Сөйлеушінің түрлі көңіл күйін білдіретін бізде одағай. Одағай сөздердің соңынан еп белгісі қойылады. Үйге тапсырма 5-ші жаттығу. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.